Бүгінгі жас ертеңгі елдің мызғымас тірегі, келешек келбеті. Білім бесігінде тербеліп, балалықтың бақыт шағында көкіректері күмбірлеп жыр жазып, мектептің, қаланың, облыстың мәртебесін көтеріп, республикаға атын шығарған жас ақындардың жетекшісі тағы да Ақтолқын ақын. Мен осы Ақтолқын Ерғалиқызы сіңілім жайында айтатын болсам, сондай қызығып қарайтын, шіркін ұстаздың бәрі осындай болса дейтіндей ойдамын. Өйткені бұл кісінің білімге құштарлығы, өзінің жеке басының ғылымға құштарлығы және Алланың сый етіп берген мынау ақын жандылығы, бұл тек қана өзінің ғана басына, өзінің айналасына ғана емес, ол білім беріп отырған шәкірттерінің бақыты деп санаймын. Оқушылардың шеберлігін ұштап, ұлтжандылық, отаншылдық сезімдерін қалыптастыру, ана тілінің мәртебесін арттыруда ақындар мектебінің атқарып отырған тірлігі ұшан теңіз. Қомақта қаржы еленгендердің бірі Ақтолқын Күлекеева. Биыл оның ұстаздық еткеніне тура 15 жыл. Оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеп, мемлекеттік тілді меңгертуде тәжірибесі мол. Саналы ғұмырын шәкірт тәрбиелеуге арнаған ұстаз мамандығынан еш жалықпағандығын айтады.